Көпшілігіміз холестерин жоғарылап кетті деген терминді жиі естиміз. Ал холестериннің біздің ағзамызға пайдасы бар ма? Сол сұрақты бүгін талқылайтын боламыз. Холестерин біздерді өндіруге көмектеседі. Яғни бауырдың қасында өт орналасқан, ол өт біздерге ас қорытуға қатты көмегін тигізеді, жеген асымызды қорытуға. Екінші, біздерде витамин D-ны синтездейді. Үшінші пайдасы барлық жасушалардың мембранасын жақсартуға көмектеседі. Жасуша дегеніміз не? Терілі қабаттары барлық ағзамыз тіпті жасушадан тұрады, солардың сыртын жақсартуға көмектеседі. Ал холестерин шамадан тыс жоғарылап кетсе қандай қаупі бар? Холестерин жоғарылап кететін болса, онда біздерде инфаркт, инсульт дегендердің бастамасы осыдан болады. Себебі холестериндер тамырларды бітеуі мүмкін. Атеросклероз деп атайды оны жалпы медицинада. Келесі тақырып біздерде ұйқы безіне қатысты болады. Келесі тақырыптарды беріп алмау үшін каналыма тіркеліп кетіңіз және қазақ тілді арнаны қолдап кету үшін лайк басуды ұмытпаңыз.